Хорошсың ғой, Бензима, хорошсың ғой. Досым? Шай ішпедің бе? Жоқ, сиыр ішпеймін. Не болды, сиыр тепті ме? Қойшы. Плотын тепкен сияқты ғой, иә? Қойшы деймін бұл дей. Бүгін обедте заказ шек бітпес шифровать етіп. Адрес жүйрік қойдым ана WhatsApp-ға қара. Мен сені қашан подводить еттім? Туғал подводить етіп кетсің ғой сен. Сен ана тұсауын кескен кезде домбыра, ақша, сосын шифр тұрып, еще сен шифр танасың ғой. Не болды ей, досым? Бір рет келмей қалам. Бір рет? Ладно, 2-3 рет деші ал. Серьезно ма? Минус плюсы бар, 500 рет деші ал. Долбан. Нервқа тимеші, таким тісім ауырып тұрмын, ұйықтай алмадым. Тісің ауырса, стоматолог алшы. Жоқ, кетеді. Я саған кетеді ғой. Осылай отыра берсең асығып кетеді. 5 метрсіз бе, кіресіне шығасың. Точно нормальный стоматология ма? Білмеймін енді. Тугіске патолог клиника деген осын шығарды. Таңдайымызға натяжной патолог тартып білмейсің қазір? Бір прикол айта қойып едік, өп кеттік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Дестенто клиникаға қош келдіңіз. Қарындас, анау дальныйыңды өшіре көзіміз ағып кетер. В общем, қарындас, түнімен зызылдап ұйықтай алмадым. Тісіңіз ауырып па? Жоқ, сізді ойлап. Кетшін. Мына жаққа өте беріңіздер. Рахмет. Саламатсыз ба? Мына жерге жайғасыңыз. Сіздер Марат келген бе? Келмеген бе? Қарындас, точно ауыртпайды ғой да? Жоқ, дымда ауыртпайды, қорықпаңыз. Қой, жоқ, қорыққан емес. Кешіріңіз, қарындас. Мына қыз туралы сұрауға бола ма? Бұл Алиса. Бұрында осында жұмыс жасады. Қала бойынша ең жақсы врачтардың бірі. Бірақ өкінішке қазір жұмыс жасамайды. Жоқ, рахмет. Рахмет, қарындас. Күшті болып қалдым, кәдімгі бар ғой. Қоманы. Мал, мынау далбан ба? Мика, қалайсың? Привет. Мафон тігуге бола ма, Мика? Жоқ, болмайды. Мафон алмайсың, ә? Не істеймін оны? Машина тағып аласың ғой? Жоқ менде машина. Көш. Осылай жайлап бола береді ғой. Бұл мафон алып келем, ертең вампир алып келем. Арығына түрк дөңгелегін алып келем, сөйтіп құрастырып аласың машина. Отстань, Алиш, пожалуйста. Оригинал деймін. 5.000 теңге мынандай мафон сен таба алмайсың. Просто ақша керек болып тұрды, сол үшін сатып атқам саған. Точно оригинал ма? Серьезно айтам. Мынаны бар ғой, туған ағам маған Германиядан сатып алып келген. Мынаны жоқ дегенде сен 10-15 мың теңге смелый тересің. Да? Ары қарада бер қараш.
Алиса, бүгінгі күнің қалай өтуде? Жан, олай отыра бермеш, пожалуйста. Саған ойыңды бөлу керек. Кино қара, сериал қара, видео қара. Қызық емес ештеңе. Давай онда былай жасайық, менде бір жақсы идея бар. Брат, центрға жетіп қалайшы, 500. 600. 500, брат. 590. 500 норм ғой. 575 кеттік. 500 жолдан кісі аласың. 535. 500, брат. 510. Давай кеттік. Ей, салыш кеттік. Брат, магнитофон алмайсың ба? Бір такси тоқтамайды ғой, оған. Қайда жүрсің? Шаруалар ғой досым. Не болды? Ана стоматологың алдында ешкім байқаған жүрсің бе? Жоқ. Прикинь, магнитофон ұрлап кеткен. Ич! Нағым ет, ямай. Кім ұрлаған екен? Мал ғой ұрлаған, мал. Даже мал еткізу істемейді шығар. Ой, досым, бұлай айтпай қойсын. Ол да біреудің баласы ғой. Қиналып жүрген шығар, ақша керек болып қалған шығар. Оны да түсіну керекпіз ғой. Дүние ғой досым. Бір күні бар ғой, по-любому тиісіп шығады. Тиісіп шықса екен. Құдай сақтадың досым. Істейсің ғой, біреу тиісіп шығып, біреуге жамандық тілегенше. Біреуге жамандық тілегенше, өзіңе жақсылық тілесейші досым. Мен кешігіп қалған сияқтымын да. Кино ай. Далбан, тұр бермейді ғой. Ал енді осы кезде балалар үйге мысық келеді. Не болды? Қазір көресің не болған. Балалар, бәріміз қазір тышқанның құйрығын жұлып аламыз. Досым, кешірші. Далбан, білмей қатты өледім бе не? Ашығыз карточка лақтырып жіберем, досым. Мен сен карточкамен осы лақтырып жіберем. Мә? Сен әлі өлмегенсің ба? Мен сен давно кетіп қалған шығар десем? Или екінші попытка мостыға қарай кетіп барасың ба? Тағы да сен ба? Не істеп жүрсің мұнда? Мен саған тісімді емдетейін деп келгем. Таныспайық. Есімім Әлішер болады. Танысқаныма қуанышымын, Алиса. Сол таныстық үшін бір тұрып жүріп қайтпадық ба? Кешірім сұрайын, прикол оқырсың. Неге жұмысқа бармайсың? Жоқ, сен оның бәрін қаяқтан білесің, а? Қалай ойлайсың, ау? Дұрыс сөйлесейік. Кімсің сен? Не керек саған менен? Сен маған 80 мың теңге ақша керек. Бірақ жұмысқа бармай жүрген адамда ненің ақшасы, я? На. Бұйыртса жолғармыз.
тірі болса. Мама, анан қара мысық темекі шегіп отыр. Балам, қас кімге оңай дейсің? Далбан, отыр. Қалайсың досым? Тамақ іштің ба? Артты қараш. Жей ма? Қарашыш. Магнитофон. Маңақтан алдың? Жаңа таксовать етіп жүрсем, бір мужик ұстап алған. Сатып алдың ба? Жоқ, менікі деп алып алдым. Мен сонда просто так бере салдым ба не? Жоқ, түсіндіріп айттым, менікі деп. Ары қарада бер қараш дейді. Ары қарап бер қараған, беріп кетті. Не болды? Ән айт, далбай. Білмей қалды ойладың ба? Түнде сен жүрсең көшеде, шамдарға... Не болды айтып отырмыз ғой енді? Басқасын айтшы. Қандай ән енді айтшы? Ана туралы айтшы. Оған. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың бүгін вообще ештеңе жеген жоқпын бар ғой. Сен бірдеме жедің ба, досым? Бана тая жеп алдым. Мен просто обидно мысық болып тұрып шыққаннан тая жеп алған шығар. Мен болғанда досым, Сен болмағаны қалғандың ғой мен. Сен болғанда екеуміз бірге тая жеген. Бірақ мен былай 3 ай күреске қатысқаным бар ғой, мұндайларым. Шыш. Маңдайыңмен қалып кетейін соған.